бір ғана донорлық қадам 3 адамның өмірін сақтап қала алады деп ойлайсыз ба? Қайырлы күн оқырман, бүгін біз Жамбыл облыстық қан орталығындамыз. Бұл жердегі әрбір тамшының құны өмір. Ендеше орталығымыздың ішінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр, кімдермен кездесеміз, жолды бізбен жалғастырыңыз. Қан өмірдің қайнары деп бекер айтылмаса керек. Дәл қазір біз орталықтың ішіндеміз, жүрек жылуын бөлісуге дайын жандармен сұхбатымызды бастаймыз. Медицина саласын әсіресе осы бағытты таңдауыңызға не себеп болды? Бұл мамандықтың ең қиын, бірақ ең сүйікті тұсы қайсысы? Медицина саласында таңдаған себебім адамдарға көмектесу. Яғни өзімнің анамда осы медицина саласында содан кейін шығар деп ойлаймын. Ал трансфузиологиядағы ең қызықтыратын сәт бұл біздің жұмысымыздағы адамның өміріне тікелей байланысты болуы. Бұл мамандық өте жоғарғы жауапкершілікті талап етеді. Қан орталығының күнделікті жұмысы мен бұл мамандықтың адам жаны үшін маңызын айтып өтсеңіз. Қан орталығының жұмысы негізгі адам өміріне тікелей байланысты. Яғни біз күнделікті донорлардан қан алып, оны қауіпсіздігін тексеріп, және керекті компоненттерге бөліп аламыз. Дайын компоненттерді керек ауруханаларға жеткіземіз. Рахмет жауабыңызға. Қан тапсырар алдында донорлар қалай дұрыс дайындалуы қажет? Диета ұстау немесе зиянды әдеттер, темекі, соның ішінде алкоголь бұл процеске қалай әсер етеді? Донор болмас бұрын донорлар ұйқысын қандырып, демалып, донацияға дайындалып келгені абзал. Яғни біз алдын ала донорларға берілетін жадынамаларымыз бар. Яғни 1-2 күн бұрын ешқандай ащы, тұщы тағамдарды, майлы тағамдарды, алкогольді сусындарды, энергетиктерді қолдануға болмайды. Яғни 1-2 күн бұрын жеңіл-желпі талма және көп мөлшерде су ішіп келіп дайындалып келгені абзал. Бұл қан тапсырған донорлардың өміріне зияны тимей ме, пайдасы қалай? Сол жағын оларға ашып айтсаңыз. Қан тапсыру негізі зиян емес. Өйткені бір донацияда бізде стандартты 450 мл қан тапсырылады. Яғни ол толық қан айналымының 10%-ын ғана құрайды. Яғни егер де донор алдын ала дайындалып келген болса, онда донация қан тапсыру жеңіл түрде өтеді. Сондықтан дені сау донорларға донор болу өте қауіпсіз процедура болып табылады. Рахмет. Сұхбатымызды ары қарай медициналық зертханалық бөлімінде жалғастырамыз. Қазіргі заманғы зертханаларда қанды тексеру үрдісі қалай өзгерді? Жаңа технологиялар донор қанның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қалай көмектеседі? Жамбыл облыстық қан орталығы 2024 жылы ISO 15189 медициналық зертханалық сапа және құзыреттілігіне қойылатын талаптар аккредитациялау стандартын өтті. Яғни бұл жетістік біздегі мамандардың кәсіби құзыреттілігінің жоғарылығын және де медициналық зертхананың барлық талаптарға сай екенін растайды. Дәл қазір біздің зертхана маманы Балжан Жамбылқызының жұмыс барысын көрсетіп өтейік. Арқылы донордың бірінші қан тобын анықтап аламыз. Қан тобын анықтағаннан кейін біз гемоглобинін анықтаймыз және эмиссион аппаратында айлтын анықтап аламыз. Осы 3 көрсеткіш арқылы донорды результаттарын енгізіп жібереміз. Реагенттерді бұл жерде бізде бірінші қан тобы анықталады, яғни бірінші келген донорлардың қан тобын анықтаймыз және гемоглобинін анықтаймыз. Одан кейін эмиссион аппаратымен айлтысын анықтаймыз. Бізде екінші аппарат ол гемокю аппараты, яғни гемоглобиннің көрсеткішін анықтау үшін. Гемоглобин және айлтыны анықтағаннан кейін біз результаттарды жазып, инфодонорға енгізіп, терапевтке жібереміз. Айдана Маратовна, бүгінгі мазмұнды әңгімеміз үшін сізге үлкен алғыс білдіремін. Сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңызбен орталықтың тыныс-тіршілігі оқырмандарымызға үлкен ой салады деген ойдамын. Қажеттілік туындағанда әрқашан қолдау көрсетуге дайын тұратын сіздер де ұжымға шығармашылық табыс, толағай табыстар тілейміз. Сіздерге де үлкен рахмет. Донор болу негізі үлкен ерлікті қажет етпейді. Бірнеше жоғалтқан минут уақыттарыңыз бір адамның өмірін сақтап қалуға болады. Жамбыл облысының тұрғындарына айтарым,
Донор болыңыздар, келіп қан тапсырыңыздар, бірге өмір сыйлайық.